Ақсыбайұлы мекені енді ғана мінекей ойлап кольцларды әкеп салып жатыр. 2015-те су алып еді. Басшылардың жауапсыздығы мұхит сайлау үшін. Мінекей су алды. Ана асфальттың қазып тастады. Суды жіберейік деп. Ол барды да Қайрақ тауын су алды кеше түнде. 30 күні 29-на біз 30-на қарай наурыздың. Қаншама мал өлді. Елді көшірді. Қаншама әуре. Соны полицилар алдын ала болғанда ешқандай қиыншылық болмаушы еді. Су жай ағып кетуші еді. Мінекей жауапсыздық. Енді мінекей полицилар әкелді. Қазір осындай былық шығын қып үкіметке қаншама шығын келтіріп жатыр осындай басшылар. Ана жерге кранды да келді. Мінекей. Ана жаңадан салынған асфальт ол су алды. Республиканский масштаб деп. Енді мінекей халық үндемейді. Себебі бар туыс ағайын жегжат болып, рулас болып әйтеуір. Осындай жерде сөйлейтін адамды сөйлетпейді. Сөйлесе барып үйіне барып басып тастайды. Адам салып. Мұхит сайлау үшін өзі сондай несі бар. Адам салу деген. Ана замы бар Орал деген. Соны Замирбекович салды, соны салады елге. Мінекей. Осылай жаңа Қазақстан өтте қиын жағдай. Халық тобал. Үкіметтің ақшасы далаға кетіп жатыр. Жауапсыздық. Қазір ЧС объявлять етті. Енді біраз ақша бөлінеді. Сонымен бүкіл шығынға су келді деп кінәлайды. Одан қалса Алланың қолында деп бүкіл қателікті, кемшіліктерін Құдайға жаба салады. Жаңа Қазақстанның түрін қараңыздар. Мінекей. Бұларды не қарғыс алмайды, не үкіметтен басшылары қарамайды. Бір Құдайдың көзі болсын енді. Халыққа аманшылық беріп жеңілдетсін енді. Үкіметтен де қайран жоқ болып тұр. Олғай жегіш жебірлер.